Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ әдебиетінен бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қорқыт ата, Байбөрі баласы Бамсы Байрақ туралы жыр. Тура және жанама мінездеу. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты көркем шығармадағы кейіпкерлерді сомдауда тура және жанама мінездеулерді тауып жіктеу. Бағалау критерийі кейіпкерлерді сомдауда тура және жанама мінездеулерді анықтайды, жіктеп талқылайды. Олай болса, сабағымызға кіріспес бұрын өткен сабақты еске түсірейік. Өткен сабақ туралы бір дерек, қазіргі көңіл күйіңіз және алдағы сабақтан күтетініңіз туралы жазыңыз. Яғни, өткен шақ, қазіргі шақ, келер шақ формуласын қолданыңыздар. Ең бірінші тапсырма, сіздерге түйін сөздер берілген. Осы түйін сөздердің қай кейіпкерге қатысты екендігін анықтаңыз. Яғни сіздерге Қорқыт ата кітабынан бір сөйлемнен берілген, сол сөйлемдердің қандай кейіпкерге қатысты екенін, кімге қатысты екенін анықтауыңыз керек. Бірінші, хан баласындай сұлу жігіт отыр. Бұл кім болды екен? Бамсы Байрақ. Басына мінген тәжімді киер ұл жоқ дейді. Бұл Байбөрі. Сол қыз орнынан менен бұрын атқа мінетін қыз болсын. Бану шешек. Қарындасына құда түскелі барғандарды өлтіре беретін мінезі бар. Қарашар. Олай болса, осы кейіпкерлерге мінездеу беретін боламыз. Мінездеудің екі түрі бар. Тура мінездеу және жанама мінездеу. Тура мінездеу кейіпкерлердің мінез құлқын айнытпай, анық сипатталады. Қатал ма, сабырсыз ба, әділетті ме, үйде қалай, түзде қандай екендігі де айтылады. Сонымен қатар тура мінездеуде кейіпкердің жасы да айтылуы мүмкін. Жанама мінездеу кейіпкерлерге қатысты құбылыстар мен заттарды суреттеу арқылы оның бейнесін ашып көрсету. Кейіпкердің сезімдік көңіл күйін, күйініш сүйіншін, кескін кейпін қимыл әрекет арқылы көрсету. Олай болса, сіздерге қазір бір сөйлемді беремін. Сол жерден ол тура мінездеу ме, әлде жанама мінездеу ме, соны анықтаңыздар. Мысалы, саудагерлердің Бамсыға бұл тегін жігіт емес, қайырымды, батыр жігіт екен деп берген мінездемесі. Бұл тура мінездеу ме, әлде жанама мінездеу ме? Қалай ойлайсыздар? Егер тура мінездеу болса, тура оның мінезін айту қажет. Ал жанама мінездеу болса, оның қандай екендігін тура айтамай, тек оны іс-әрекеті арқылы, басқа да құбылыстар арқылы түсіндіреді. Дұрыс айтасыздар, бұл тура мінездеуге жатады. Олай болса, келесі тапсырманы орындайық. Оқулықтың 16 бетіндегі жинақтау тапсырмасы Бамсы Байраққа қандай қасиеттер тән топтастыру арқылы көрсетіңдер. Яғни осындай дәптерлеріңізге кластер сызып Бамсы Байрақтың қасиеттерін топтастырып жазыңыздар. Екінші тапсырма жедел жауап. Бірінші, суретте Бамсы Байрақтың портретін суреттеңіз. Салыстыр, Бамсы Байрақ пен қарақшыларды салыстырыңыз. Зертте, осы жырға ұқсас басқа қандай шығармаларды білесіз? Қолдан, қай кейіпкер бойындағы қандай қасиеттердің өз бойыңызда болғандығын қалайсыз? Дәлелде, түркі халықтарына ортақ мұраларда қазақ халқына тән салт дәстүрлер кездесе ме? Талда, жырдан қандай тағылым алуға болады? Қалай ойлайсыздар? Өткен сабақтағы түсінген материалдарды пайдалана отырып, осы сұрақтарға жауап беріңіз. Кері байланыс, бүгінгі сабақта сізге не оңай болды, не қиын болды, не ала алдыңыз, не ала алмадыңыз. Соны да жазыңыз. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.